Коронавирустан сақтанудың ең тиімді жолы қол жуу екенін жақсы білеміз. Қолыңызды жуыңыз. Неге? Не үшін? Оның сыры сабында. Су сабын, иіс сабын, кір сабын. Сабынның кез келген түрі коронавирус секілді вирустың кез келген түрін жоя алатын қасиетке ие. Қалайша? Міне былай. Мысалы, мынау коронавирус. Оның айналасын протеин және майдан тұратын жұқа қабықша қоршап тұрады. Сондықтан вирустар қолға немесе қатты заттарға оңай жабысып қалады. Ал сіз қолыңызды жай ғана сумен шайсаңыз, су жаңағы майлы қабықшаның бетінен жүгіріп өте шығады. Өйткені вирус бейне сұйық майдың тамшысы секілді әрекет етеді. Қараңызшы, егер сұйық майды суға араластырсақ, не болады? Екеуі араласпайды. Май қалқып бетіне шығады. Ал сабын қоссақ ше? Кенет әлгі май еріп сумен бірігіп кетеді. Неге? Өйткені сабын екі тарапты молекуладан тұрады. Оның бір басы су молекулаларына, екінші басы май молекулаларына тартылады. Осы қос тарап әрекеттесу арқылы сабын майды ұсақ бөлшектерге ыдыратып жібереді. Коронавирус молекулаларына қайта оралсақ, оның сырты да майлы қабатпен қоршалған дедік. Оған сабын тигенде, бум, май ыдырайды. Сабын вирусты тура мағынасында бөлшектеп, залалсыздандырып тастайды. Сосын қорғанышынан айырылған зиянсыз қалдықтарды суағына шайып өтеді. Дегенмен ең негізгі айтпағым бұл емес. Ең негізгі айтпағым осы эффекттің толық жүзеге асу үшін уақыт керек. Нақтырақ айтсақ 20 секунд. Неге 20 секунд? Оны көрсету үшін мына лосьонды вирустың майлы қабаты деп есептейік. Мысал үшін, ол ультракүлгін сәуленің астында ағарып көрініп тұрады. Егер лосьонды қолға жаққан соң, жай сумен шая салсаң кетпейді. Тіпті сабынмен 5 немесе 10 секунд жусаң да кете қоймайды. Яғни вируста қолда қала береді деген сөз. Ал енді толық 20 секундта сабын расында вирусты толық жойып үлгереді. Санитайзерлерде жақсы, өйткені оларда спирт бар. Спирт те сабын секілді вирустың майлы қабатын ыдыратады. Ол үшін санитайзердегі спирттің концентрациясы жоғары болу керек. Мамандар оның кемі 60% болған дұрыс дейді. Бірақ олар тіпті 60%-дық антисептик қолданған күннің өзінде сабынмен жуғанның абзалдығын айтады. Өйткені егер санитайзер қолданғанда қолың терлеп тұрса, немесе кір болса, оның эффектісі күрт төмендейді. Сабынға келейік. Кез келгені жарай береді. Антибактериал деген жарнамасы бар сабын іздеп әуре болмаңыз. Оның басқалардан гөрі эффектісі жоғары екеніне дәлел жоқ. Бар болғаны қолыңызды сабындап жуыңыз. 20 секунд. Бұл деген айы отыр партадан 2 рет айтып шыққандай, немесе әнұранның қайырмасын 1 рет, немесе ауырмайды жүректің қайырмасын, әлде Димаш Құдайбергеннің бір айғайының жартысын қайталағанмен бірдей уақыт. Сонымен, сіз вирусты түбегейлі жоюшы құралды пайдаланып жатырсыз. Ол сабын.